Елімізде жыл басынан бері экстремистік бағыттағы 115 сайт анықталған. Олардың теріс ағымды насихаттаған материалдары бас прокуратураға жіберілді деп хабарлайды депутаттармен кездескен Дін істері агенттігінің өкілдері. Алайда ол сайттарды бірден жабу қиындық туғызады екен. Ал Ресейде ондай сайттар діни сараптамадан кейін бірден қол жетімсіз болатын көрінеді. Өкініштісі, қолданыстағы заңдарға сай бізде бұл үрдіс бірталай уақыт алады. Дін істерінің басқасында отырғандар қауіпсіздікті сақтауда жастарға басымдық беріп отыр. Мәселен, биылдан бастап 9-шы сынып оқушыларына арналған дінтану негіздері факультативтік сабағы жетілдіріле түспек. Дінтану негіздері кітабын оқулығында жетілдіру, оқу бағдарламасында жетілдіру, мұғалімдерді де кеңірек дайындау. Осы сұрақтар бойынша біз қазір білім және ғылым министрлігімен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Оқулықты биылдан бастап қайтадан жазатын боламыз, толықтыратын боламыз, зайырлы қағидаттарымызбен және осы экстремизм, терроризмнің алдын алатын бөлімдерімен толықтыратын боламыз.